Жылауық Тұрдыбек. Шешем босанып ұл тапты. Сәбидің аты Тұрдыбек деп қойылды. Шешемнің бұған дейінгі бірнеше баласы тұрақтамаған. Мынау енді тұрақты. Өмірлі болсын деп аты әдейі солай қойылған. Босанған әйелге 5 аспап күтім қажет. Ондай күтім жоқ. Баладан соң шешем бұрынғысынан бетер сансырап, жүдеген үстіне жүдеп кетті. Саудыраған құрғана сүйегі қалды. Бас көтеріп қалқиып отыра да алмайды. Күндіз-түн төсек тартып жатқанды біледі. Жаялығы сап сарала тырбаң-тырбаң еткен Тұрдыбек қойнында. Ол жыламас үшін шешем салпиған құр шандыр мамасын оның аузына салып қояды. Титімдей аузымен Тұрдыбек бүлк-бүлк етіп сорғанды біледі. Қабысқан құр шандырда сүт бола ма? Сүт шықпағаннан кейін қу бала еңбегі еш кеткендей тыпырлап кеп жылайды. Қағып жұбатқанға жұбанбайды. Шешем мамасын оның аузына зорлап тығады. Тұрдыбек жұбанбайды. Тамағы жоқ шандырдан басын алып қашып шыр-шыр етеді. Безілдеп жылаған кезде көздерін тарс жұмып, екі беті көкпеңбек болып кетеді. Безілдемей қайтсын. Кішкентай қарны қабысып бос жатады. Шешем шай қасықпен Тұрдыбектің аузына қайнап суыған су тамызады. Тұрдыбек әуелгіде сүт екен деп ойлап тамсанып жұта бастайды. Сосын сүт емес екенін біледі, шырға тағы басады. Аузына тамызған суды жұтпай, езуінен шығарып тағы төгіп тастайды. Жұбанар болмайды. Сендер мені алдайсыңдар дегендей даусы одан бетер ащы шығып, өршелене жылап, өзі ауру шешемнің есін алып кетеді. Ауру шешем күйзеліп ашуланады. Бауырындағы сәбиді аямай сілкіп қалып құйрығына шапалақпен тартып та жібереді. Тұрдыбек одан бетер безілдейді. Шешем оны жер жебіріне жете қарғап жатады. Мына жақын қарсқарға сонша не көрінді? Зарлап қалғыр. Өл, миымды тесіп, құртатын болдың ғой. Ажалымнан 3 күн бұрын өлтіретін болдың ғой. О Құдай, құлағы керең көр Құдай, соқыр Құдай, не жазығым бар еді мұншалық. Алатын болсаң ит азапқа салмай неге алмайсың? Құдайдың керең екенінде соқыр екенінде рас болу керек. Шешемнің зарлап айтқан қарғысын ол естімейді. Көзінің алты тарам боп ағатын жасын көрмейді. Естісе, көрсе, мүмкін бір рақымшылық жасар еді. Шырылдау шегіне жеткен Тұрдыбек бір кезде сілесі қатып, үні өшіп, жылай да алмай қалады. Екі беті көгеріп, сазарып, әлдекім буындырып жатқандай халге түседі. Енді оны аямасқа мүмкін емес. Шешем мені сауыны бар үйлердің біреуіне сүт сұратып жібереді. О, жалған. Біреуден бір нәрсе сұрап телміруден өткен жаман не бар екен? Жігерім құм болып амалсыз бара жатамын. Қолымдағы сүт сұрауға арналған ыдысымды көрсетпей тығып алам. Қылмысы бар адамша үйге қорыншақтап әзер кірем. Босағамен босаға боп жабысып тұрып қалам. Үй иесінің қас қабағын бағам. Не үшін келгенімді олар да біле қояды. Сонда да неге келдің деп сұрайды. Апам кішкене сүт берсін дейді Тұрдыбекке. Осы сөзді айтқанда жарты жасым құрып кеткендей болады. Үнімді тамағымнан күшпен сығып шығарамын. Кей үй 1-2 қасық сүт береді, кей жоқ деп бермейді. Сұрап әкелінген 1 қасық сүтке сол шамалы қайнаған су қосылады, молайтылады. Аузына шай қасықпен тамызған кезде Тұрдыбек енді сүттің дәмін бірден сезінеді. Обырланып, тамсанып жұта бастайды. Тіршілік, өмір үшін қу сәби осылай күреседі. Менің салақ жеңгем. Мен біреуіне біреу ұқсамайтын неше түрлі жеңгелерді бастан кештім. Шешемнің науқасы күннен күнге асқына берді. Ары қарамаса, бері қарамайтын болды. Басында жөндеп көтер алмайды. Тамақты тәтем жасайды. Ыдыс аяқты тәтем жуады. Тіпті арпаға дейін Смағұл тәтем қуырады. Қуырылған арпаны мен кел сұрап әкеліп кеузеймін. Кел түйеге әбден ақ жаттығып алғам. Алақанымды түкіріктеп, құлашымды кең жазып, соққанда келінің түбін түсіре жаздаймын. Кеузелген дән тәтем ұшырады. Талқанды қол диірменмен тартамыз. Бұл азап жұмыс. Ап-ауыр шомбол тасты айналдыруға менің шамам әрең келеді. Жіңішке білектерім салдырап талып кетеді. Тартылған талқанды елеп, майдасын бір бөлек, сағын бір бөлек аламыз. Сатылған мен ыдырыс дайыр тамақты жегенді ғана біледі. Біреу үй тіршілігіне намыс көріп мырзалықпен жоламаса, екіншісі аюдай ебедейсіз болғандықтан жоламайды. Үйде әйел қолы болмай, береке болмайтыны қатты білінді. Ол үшін ағаларының бірі үйлену керек. Кезек әрине жасы үлкен Смағұлдікі. Қайдан қалай тауып әкелгені есімде жоқ. Тәтем бір күні қалбиған бір қара әйел алып келді. Шектен шыққан олақ та салақ та жан екені көрініп тұр. Шаш дегенің таралмай дудырап, орамалдың жан-жағына шығып кеткен, бөренедей аяқ-қолы қап-қара, беті балшықтан жасағандай быттиған майбет, үстіндегі киімдері әрі лас, әрі тозып біткен. Қап-қара күс шынтағы көйлектің жыртық жеңінен көрініп жүреді. Түр-түсі осындай бола тұрып әйелдің аты Тамашақ еді, Бибіжамал. Соңынан ере келген өзіне аумай тартқан 5-6 жасар қызы бар.
оның да аты осал емес. Айгүлсім. Бибіжамалдың бір қолы үй тіршілігін істеп жүрсе, екінші қолы шашының арасына киімнің тігісіне кіріп алып, шағып маза таптырмайтын арамза ұсақ мақұлықтармен үнемі күресуде болушы еді. Қазандағы тамақты сапырып немесе отты сырып жатып, мықынын қасып алады. Екі шаруа, екі қанағат бірден орындалып жатады. Қазан ошақ күйесінің жарым-жарты бөлегі әменде Бибіжамалдың қолына, бетіне жабысып жүреді. Қазанның күйесіне былғап алған қолмен ол құлағын қасиды, содан қарала құлақ болып шыға келеді. Қолы бос кезде Бибіжамал жаны сүйетін бір ісі болушы еді. Ол үй сыртындағы күнеске астына тулақ төсеп, теңкиіп жатып алып, қызының тізесіне басын қойып, шашының бетін қарату. Айгүлсім бұл істің шебері болу керек. Тырнағы найзадай болып өсіп кеткен саусақтарымен шаштың арасын бір-бірлеп ашып, қаншер мақұлықтарды быртылдатып аяусыз қыратын. Ақыл ой жағынан да жеңгем өзінің түр-түсінен оншалық алыс кете қоймаған. Бір күні Қостөбеге Өмірбек дейтін бір милиционер келеді, Бибіжамалға кезігіп. «Жеңге, сіздің ауылда жақсылап пима басалатын әйел бар ма?» деп сұрайды. «Бар, мен басамын», дейді жеңгем. «Жолы болар жігіттің жеңгесі алдынан кездеседі деген осы екен ғой, онда маған бір пима басып берсеңіз қалай болады? Еңбегіңіз ақталады», дейді Өмірбек. «Өзің бір сылқым жігіт көрінесің қайным, бассам басып берейін». Ертесінде Өмірбек біздікіне орта қап жүн және алдын ала жеңгемнің көңілін аулап біраз шай шамалақ әкеп тастайды. Уәделі күн болады. Өмірбек даяр пималарын алуға келеді. Бибіжамал басып бола алмай жатырмын, 3-4 күннен кейін кел деп қайырып жібереді. Тағы келсе тағы басып болмаған. Бұл екі арада обал нешік жеңгем біздің үйді пима басатын заводқа толық айналдырып бітіп еді. Күндіз түні қазанда бу бұрқылдап қайнаған су, үйдің іші толы бу, бірімізді біріміз көре алмаймыз. Осы бір шуаш сасыған соқыр тұманның ішінде жеңгем бірдеңені оқтаумен былш-былш ұрады да жатады. Жақын барып қарасаң, онысы көлемі жаялықтай киіз болып шығады. Енді бір кезде әлгі киіз байпаққа, одан киіз етікке ұқсағандай болады. Пиманың ұзын саны екеу болмай көбейіп барады. Өмірбек 3-ші рет келеді. «Жеңге дайын болды ма?» «Дайын». Өмірбек үйге кіреді. Бибіжамал оның алдына біреуіне біреу ұқсамайтын екі пиманы тастай береді. «Мә, қайным, киіп көр». Қайнысының көзі баданадай болады. «Ойбай-ау жеңге, мыналарыңыз пима ма, не зат? Екеуі екі басқа ғой. Ендеше мынаны киіп көр. Осылардың ішінен өзіңе ұнағандарын таңдап ал», дейді де, жеңгем сылқым жігіттің алдына төсектің астынан топырлатып және бірнеше пима алып тастайды. Бірінен бірі үлкен қиқы-жиқы ұсқынсыз бірдеңелер. Өмірбек жер қапқанын бірақ біледі. Ұялып қызаратын Бибіжамал емес, сампылдап айтып отыр. «Бір кезде пиманы тәуір-ақ басатын секілдедім. Не қара басқан? Қара басып сенің пималарыңды ұқсата алмай қойдым қайным. Табыскер жігітсің ғой, және біреуге бастырып аларсың, қапа болмаған. Ал мына пималарды алам десең ал, ұнағанын өзің киерсің, ұнамаған әйел бала шағаларың бар шығар, солар киер. Саған пима бастырып береді деп сеніп жүрген мен де ақымақ екенмін», дейді де Өмірбек жерде үйіліп жатқан пималарды төрге қарай бар пәрменімен шаша бір теуіп үйден шығып кетеді. Жеңгем енді бұрқылдап ұрысып Өмірбектің соңынан тілдеп жүр. «Өй, қараңғалғыр о нес, жарты қап жүнім шығын болды деп өлеме? Алмасаң адырам қап, өзім киіп алам, қызым киеді. Соншама еңбектеніп, мен енді бұларды лақтырып тастар деймісің?» Бұзаубас қиқы-жиқы ұсқынсыз пималардың екеуін шынында жеңгем өзі, екеуін қызы киіп алды. Сөйтіп қыстан аяқтары көпіріп тоңбай шықты. Концерт. Қазір мен 2-ші кластамын. Сауатым ашылып, өздігімнен оқуға, жазуға жарап қалған кезім. Әліппедегі бүкіл өлең әңгімелерді жатқа білем. Өйткені одан басқа ермек етіп оқитын кітап жоқ. Күндіз түні айналдыратын сол бір кітап. Тышқан мен мысық жөніндегі әңгіме күні бүгінге дейін есімнен кетпейді. Кітаптағы суреті көз алдымда. Мысық тышқанды қуып береді, тышқан қашып береді. Менің бәтеңкем секілді тұмсығы ырсиған жыртық бәтеңке кездеседі. Тышқан бәтеңкенің қонышынан кіріп, тұмсығынан шығады. Мысық та қуа бермек болғанда басы бәтеңкеге кептеліп шыға алмай қалады. Әңгіме мазмұны осы. Маған бұл әңгіме өте ұнайды. Кішкентай әлсіз тышқанның айлакерлігіне сүйсініп аман қалғанына қуанамын. Ақымақ болған мысыққа күлемін. Өзімді айлакер тышқанға, жамбосымды дөрекі мысыққа теңеймін. Сағатбай ақындық өнерден де қаражаяу емес. Бір күні масақ теруге барған едік. Айша дейтін ересек қыз ауырдым деп жұмыс істемей үйге қайтып кетті. Сонда Сағатбай әлгіні бұлай деп өлең еткен еді. Масақтан Айша қашты үйге таман, кетіпті іш ауырып өте жаман. Орындап нормамызды топ оқушы, есен сау үйімізге қайтты қаман.
Жазылуы олақ болғанымен бұл тәрізді әзіл өлеңдер ауыздан ауызға тарап кеткіш, сыналып отырған адамға әсер еткіш болады. Әліппедегі өлеңдерге және ұстазым Сағатбайға еліктеп мен дағы өлең жазуға құмартам. Октябрь мерекесінің құрметіне біз алдын ала дайындалып, колхозшыларға концерт қойып бердік. Сол кеш менің есімнен еш уақытта кетпейді. Жаман мектептің іші өзінше тап-таза болып сыпырылған, темір пеште ерекше жомарттықпен маздап жанған от, үй іші жылы, екі жерден шишалы ондық шам қойылған, шаршылау келген кластың терезе жағы шымылдықпен бөлініп, сахна жасалған. Ұмытпасам, сары шымылдық. Осының бәрін ұйымдастырып әлекке түсіп жүрген адам Сағатбай. Концертке қатысушының бірі менмін. Өнерім тақпақ айту. Біз артистер жұрт жиналмастан бұрынырақ келгенбіз. Жүрегім қуаныштан кеудеме сыймайды. Дәл мұндай салтанатты көңілді кешті өмірі көрген емеспін. Қолтығымнан қанат біткендей өзімді өзім қоярға жер таппаймын. Әлсін шымылдықтың сыртына жүгіріп шығам. Қанша адам жиналғанын қараймын. Концертке Майра да қатысады, ән айтады. О, сіз Майраның ән салғанын көрсеңіз. Майраның даусындай әсем дауыс қыздардың біреуінде жоқ. Менің бір байқаған нәрсем, табиғат өзінің сүйкімдетіп жаратқан пендесін өнерден еш уақытта да құр тастамайды. Бір өнерді оның кеудесіне қалай да құйып бірге жаратады. Кейде тіпті сүйкімді сұлу адамға оның тән сұлулығы аздық ететіндей үйіп-төгіп бәрін береді. Өзі сұлу болып, өзі ақымақ болған пендені мен сірә көрмеген тәріздімін. Сол секілді ақылды, талантты адамдардың өңсіз дөрекі жаралуы және сирек. Қалай десеңіз де, нені неменеге орауды білген жаратылыс. Майрада, менің Майрамда бәрі бар, ақыл да, талант та бар, сұлулығы өз алдына. Бүгінгідей өмірде сирек кездесетін әдемі кеште Майра тіптен әдемі. Ол өзінің ең жаңа, ең қонымды киімдерін киіп келген. Бұрымдарының ұшына жібек лента таққан, аяғында қардай аппақ ақ пима, өзі де аппақ, маржандай тісі де аппақ. Майраның тал бойында ине жасуындай бір мін болса, ол оның мұрнында, мұрны сәл тампыштау. Бірақ ол да мін емес. Қазақ жақсы көрген баласын тампышым демей ме? Томпан қаққан Майраға кішкентай тампыш мұрын қайта жарасатын тәрізді. Күлімдеген кезде әдемі танаулары делдиіп қоса күлімдегендей болады. Міне, дәл осы кезде екі бетінің ұшында әсем бір томпақшылар орнай қалады. О, Майраның кісіге көз қарасы қандай? Ол жақсы көрсін, жаман көрсін, бір ғана рет қараған көз қарасымен білдіреді. Айтарының бәрін сонымен айтып салғандай болады. Кешше болмасаң оғасың, түсінесің. Сөйтіп мен концерттің басталуын күтіп, өзімді қойырға жер таба алмай жүрмін. Жиналған адам саны қанша болғанын байқамаққа тағы да шымылдық сыртына жүгіріп шықтым. Дәл осы арада бетпе-бет Майра ұшырасып қалсын. Ол дағы көбелектей ұшып қонып тым таппай жүргеннің біреуі. Мен Майраның білегінен қалай шап беріп ұстай алғанымды өзімде байқамай қалдым. Ол кілт тоқтады. Не айтасың дегенде күтіп тұр. Жүр бері деген кісіше жетелей жөнелдім. Майрада қарсылық жоқ, ілесіп келеді. Кластың бүйір қабырғасының орта тұсында бір кісілік бұлтық қуыс бар. Құпия бірдеңені айтатын адамша Майраны сол қуысқа ертіп келдім. Бірақ келіп алып мелшиіп үнсіз тұрмын. Ештеңе айта алмаймын. Майра, не дейді? Менің айта алмай тұрған сөзімді естіп білгенше ынтық болады. Кейін айтам дедім де қаша жөнелдім. Соңынан Майра жүгіріп келеді. Кейін не айтпақ болғанымды өзім де білмеймін. Қаза. Шешемнің халы күрт түсіп кетті. Далаға әрең кіріп шығады. Төсегі қаңылтыр пештің түбіне жерге салынған. Күндіз түні ыңыранып жатады да қояды. От жанғанда қаңылтыр пеш қызып кетеді де терлейді. От сөнсе тез суиды да жаңа ғана былбырап терлеп жатқан анам енді тоңази бастайды. Сөйтіп аса жайсыз жағдайда жатқандықтан ауруына ауру жамала берді. Шешемнің қойында күндіз түні жылаудан жағы сенбейтін Тұрдыбек, ауру ананың құр сүлдір шандыр мамасын сүліктей қадалып сорудан ол да жалықпайды. Бибіжамал жеңгем өзінің шектен шыққан ластығына қарамастан Тұрдыбектен сондай жиіркенгіш. Баланың жөргек жайлылығын төсегінде ыңыранып отырып шешем өз жуып тазалайды. Шешемнің халы төмендеген сайын үй ішіне үлкендер менен жасыруға тырысатын құпия бір әбігер кіре бастады. Олардың өзара көбір сыбыры көбейді. Әңгімелерінің шет жағасын кейде құлағым шалып естіп қалам. Шешем жөнінде сөйлеседі. Беті бері қарау қиын екенін, қамсыз болмау керектігін айтады. Жалқау жайбасар әкем енді ширай бастады. Отын суды мол дайындап, үй маңынан онша көп ұзамайтын болды. Шешемнің көңілін сұрауға келген әйелдер есіктен шығар шықпастан-ақ ойындағысын айтып қалады. Біткен адам мал болмайды дейді. Кім жөнінде не екені белгілі. Әлгіндей сұмдық сөзді естігенде жүрегім су етіп, ішіме бір қап үрей бір-ақ кіргендей болады. Шешемнің өлетініне менің де көзім жете бастады.
Жылаудан сілесі қатқан Тұрдыбек қалжырап ұйықтап кетеді. Сол кезде шешемнің де бір сәтке көзі ілініп, үй іші тым-тырыс бола қалады. Мен аяғымды ұшынан басып апатайымның қасына келем. Оның қайғы мен қасіреттен, жанына батқан сырқаттан әбден жүдеп біткен, ал бірақ дәл қазір оның бәрінен де бірнеше минутқа тыныштық тапқан жүзіне барлап қараумен болам. Өлімге бет алған адам қандай болады? Шынымен ақ рас па өлетіні? Осыны байқағым, білгім келеді. Шешемнің бір кездегі әдемі нұрлы жүзінде тек бозарған тері ғана қалған. Терінің ар жағынан сүйек көрініп тұрғандай. Әдемі қыр мұрны әрі жұқарып, әрі биіктеп өсе түскен. Кірпігінің талшығы да ұп-ұзын, сәл ғана ашылған, қансыз, сөлсіз еріндер боп-боз. Екі көзінің алдына өлік таңбасындай сұп-суық болып көктаңдақ көлеңке жұққан. Мен өте-мөте осы көлеңкеден қорқып, селк ете қалғандай болушы едім. Үңіліп көп қарауға дәтім шыдамайды да, тағы да аяғымның ұшынан басып дереу шегініп кетем. Шешемнің қуағашқа ұқсаған арық денесі жұқалаң көрпе астына бір түрлі ұп-ұзын боп, бейне бір жансыз денедей созыла түсіп жатады. Шешем өледі. Менің күнім не болады деген ой күндіз-түні басымнан шықпайды. Жетімдік, панасыздық өмір бетпе-бет келіп, шабайын деп тұрған қасқырдай сұмдық қорқынышты. Мен оған қандай қайрат көрсетемін, қалай қарсыласып жан сақтаймын, тіпті қарсыласа алам ба? Әлі өмір босағасынан сығалап қарамай жатып, менің де біткен құрыған жерім осы болғаны ма? Жетім. Не деген суықта жексұрын сөз. Ауылда ол кезде қаза көп. Құдай тағала өз жаратқан пендесінің асылдарын өз таңдап әкетіп жатады. Бір күні менімен бірге оқитын Қаншайым деген қыздың шешесі өліп қалды. Үйлерінің іші у-шу, ауыл адамдары жылап келіп жатыр. Абысын ажындары үйге жетер-жетпестен дауыс салып, аз ауылды бастарына көтереді. Топырдың арасымен әлгі үйге мен де бардым. Қаншайым қалай жылап жатыр? Не айтып жылап жатыр? Көрмекшімін. Ертең менің де анам өледі ғой. Сол кезде жөндеп жылай алмасам масқара емес пе? Топырдың арасымен үйге кіріп Қаншайымды іздедім. Қаншайым шешесінің төсегінің үстіне екі бетін қолымен басып алып бет-беттеп жылап жатыр екен. Маған бұл бірден ұнады. Тікеден тік тұрып немесе отырып жұртқа қарап жылаудан бетіңді қолыңмен көміп алып жылау тиімді көрінеді. Жақсы болды. Шешем өлгенде мен де өстіп жылайын деген оймен үйден шықтым. Әйтпесе шешем өлгенде қалай жылаймын, не айтып жылаймын деп уайым шегіп жүр едім. Ноябрьдің іші, қақаған қара суық, жыртылған қағаз тәрізді далада болар-болмас ағараңдап жатқан қар бар. Мектептен үйге қайтып келе жатырмын. Ойымда үйдегі бағана таңертең мен кетерде халық күндегіден де нашарлап жөн тартып жатқан шешем. Сабақта отырып та мен шешемді ойлаумен болған едім. Шешемді күтімілдеп жүрген үлкендердің қас-қабағы да бүгін ерекше болатын. Талайдан күткен сұмдықтары тақалғандай абыржысып, ауру адам шындап жөн тартқанда істейтін әрекеттер істеп жатқан. Көрші Киікбай ауылынан Жақай молданы шақыруға тездетіп адам жіберген. Одан кейін не болған мен әзірше білмеймін. Өзім боп енді міне мәңгіріп балалардан бір оқшау келе жатырмын. У-шу бірдеңе естілмес пе екен дегендей өзіміздің үй жаққа елеңдеп көз тігем. Әзірше тыныш секілді. Үйге келдім. Біраз әйел еркек жиналып қалған. 2-3 залдың ортасына көз сұмдық жайнаңдаған Жақай молда. Біреулер шешемді қоршылап алған. Маған өте бір жат көзбен қарасады. Жүрегім жаманшылық тақап қалғанын бірден сезінді. Шүберек сөмкемді терезенің алдына елеусіз тастай беріп дереу сыртқа шығып кеттім. Жаманшылықты көрмеймін, оның басқасында болмайын, соңынан бірақ естейін дедім. Жардың астымен Текестің суын жағалап келе жатырмын. Қайда барам, не істеймін өзім де білмеймін. Тек тезірек үй маңынан ұзап кетсем, ешкімнің көзіне түспесем болған. О, Текес, жаным қысылып сасқанда мен саған келіппін. Сен дағы менің анамсың. Кішкентайымнан суыңа шомылып жағаңды өстім. Істерге іс таппай зеріккенде қолдан жасаған жалмансыз тебен қармақпен балығыңды аулаймын. Сөйтіп сенен ермек табамын, сенімен көңіл көтеремін. Аш жалаңаш жүрсем де ауырмауым, берік болым, Текес, ол дағы сенің арқаң. Сенің қоймалжың лай суыңа түсе шынығудың арқасы. Жұрт Текестің суы арық емес пе, Бердібек балық емес пе деген сөзді бекер шығармаған. Текес, сен мені балығыңмен асыраған, шынықтырған анам болсаң, және бір мені осы жарық дүниеге алып келген анам үйде хал үстінде. Ол дағы өзің секілді аяулым қимасым еді. Сол асыл анам бұл дүниенің тізімінен сызылуға жақын жатқан секілді. Осы бір мен үшін тіл жетпес ауыр кезеңді мен оның шырағы жалп етіп сөнген шағын көзбен көріп шыдай алар емеспін. Сондықтан да басым ауған жаққа қаңғып кетіп барам. Айналайын Текесім, ол үшін сен мені кінәлама, кешір.
О ғажап, адам мен табиғаттың бір-бірінің тілін түсінетін, бір-бірімен ұғысатын, сөйлесетін кез болады екен. Жағасына жырым-жырым мұз қата бастаған текес менің басымдағы ауыр халды түйсінетін тәрізді. Менімен кәдімгідей тілдескісі келгендей мұзқабаққа жөңкіп келіп ышқына соғылады. Мұздың үстіне асып шығып құлдыр-құлдыр етеді де қайта шегініп кетеді. Ағынның өз тілінде былдырлап бірдеңе айтқандай болады. Не дейді, не айтады? Ана тілін бала қалай да ұғады ғой. Текес ана, мен де сенің не айтып жатқаныңды білемін. Мен осы өлкеге атым мәлім кәрі текеспін. Мыңдаған жылдар бойына мал мен жанға, даланың аң-құсына сарқылмас сусынымын. Ғасырдан ғасырға созылған ұзақ өмірімнің ішінде менің көрмегенім қалған жоқ. Бәрін де көрдім. Сендей жетімдердің талайының көз жасының куәсі болдым. Балапаным, егілме. Егілгенмен ештеңе өнбейді. Тірліктің осындай бет қаратпас сұрапыл заңы болады. Соған төтеп бере алғандар өмір кешеді де, төтеп бере алмағандар қаусап қалады. Одан да өзіңе өзің берік бол, сілкін де бекін. Жи есіңді балапаным, қайт үйіңе, ақымақ болма. Аяулы анашының шырағы мәңгілікке сөнетін біліп өстемісің. Соңғы иек қағысына дейін тым құрыса көз алдында болып қоштасып қал. Анаң сенің бұл сапардан енді қайтып келмейді. Сен оның аналық мейірбан жүзін енді қайтып еш уақытта көре алмайсың. Өкінбей, кешікпей тұрғанда қайт. Тезірек қасына жет шешеңнің. Өмірінің соңғы минутында, үзілетін шағында ол қалай да сені іздейді. Беркенім, Бердібегім қайда? Әкеліңдерші, көрсетіңдерші дейді. Өзегін жарып шыққан балапаны болғандықтан сенің исіңді бір иіскеп бетіңнен бір сүюді арман етеді. О дүниеге сенің жұпар исіңді өзімен бірге алып кеткісі келеді. Ақымақ бала, сен осыны түсінемісің, сеземісің? Бойындағы ең соңғы тіршілік қуатын уысынан шығармай, анаң сені бір көріп қоштасу үшін ажалымен арпалысып жатқанын білемісің? Қайт үйіңе. Қайғының қара дүлей жартасы үстіме қаңғыр-күңгір құлап келе жатқандай текес ананың маған айтып жатқан ақыл өсиет міне осындай еді. Далада мәңгіріп қанша қаңғырып жүрген есімде жоқ. Bir кезде үйге қайттым. Өзіміздің үй жақтан жылаған дауыс күтіп елеңдей қараймын. Әзірше ештеңе естілмейді. Осы енді қазір естілу керек. Жүрегім оны анық сезеді де үй жаққа жолақысы келмейді. Қыстақтың су жақ шетіне өзімен бірге оқитын Сыдықжан досымның үйі бар. Мен сонда келдім. Сыдықжанның әкесі де, шешесі де мейірбан, жақсы адамдар. Мен бұл үйге былай да жиі келіп тұрамын. Сыдықжанмен ойнап уақыт өткізіп қайтам. Нұрақын үйінде сауын бар. Ақ үзілмейді. Айран, сүт ішіп, шегімнің бір сүйем жері ағарып қалғандай болады. Сырт киімді шешпестен Нұрақын үйінде отырмын. Темір пештің арт жағында бір шөлке тұр екен, соған қалай болса солай жаншылып отыра кеткем. Кенет есікті қатты жұлқып ашып, колхоз председателі Жәкібайдың әрі ерке, әрі сотқар боласы Тілеу кіріп келді де, әлдекімді іздегендей алақ-жұлақ етіп мені көрді де, «Ей, не қылып отырсың? Шешең өліп қалды» деген. Төбемнен шатыр етіп аспан құлағандай болды. Әлгінде менің осында кіріп бара жатқанымды Тілеу көрген еді. Отырған орнымнан қалай атып тұрғанымды білмеймін. Аңырап есікке ұмтылдым. Біздің үй әлгі арадан көрініп тұрады, әрі жап жақын. Есіктің алдында біраз жұрт жиналып қалған. Іштен жылаған дауыстар естіледі. Міне енді енесінен айырылған боташа боздап келе жатырмын. Есіктен кіре беріп оң жақ босағаға ши құрылып қалғанын байқадым. Өлікті соған салған екен. Аңыраған бойда шидің аузына ұмтылдым. Бірақ әлгі арада тұрған әйелдер жібермеді, ұстап алды. Сосын әнеугі қаншайымша жыламақшы болып анамның ағаш төсегіне етпеттей барып құладым. Өкіріп бақырып жылап жатқандар негізінен өзіміздің үйдің адамдар. Бибіжамалда дауыс дегенің бар-ақ екен. Ойбой, жеңешай, басия ақылшымау деп аңырағанда үні көктегі Құдайға жетеді. Бөлменің дәл орта тұсында жерде отыр. Екі бүйірін балуан қолдарымен таянып алған. Тебіреніп шын жылап отырғанымды көрдіңдер дегендей семіз бетінен 8 таран боп сорғылаған көз жасын Құдай үшін сүртіп те қоймайды. Сатылған ағайым Тұрдыбекті құшақтап тікесінен тік жылап тұр. 6-7 айлық жас нәресте аяқ асты нендей сұмдық болып қалған біле алмайды. Бас-басына шулаған несі дегендей жан-жағына бағжаң қарайды. Әкем арқасын қабырғаға тіреп жүресінен отырып алған. Даусын онша шығармай пыш-пыш жылайды. Даладан ойбай салып кірген әйелдер үй ішінде және азырақ ойбайлап жылаған болады да қоя қояды. Сосын біраз уақыт өткен соң сусып шығып кетеді. Жаңадан жылап келетіндерге орын босатады. Ертесінде шешемнің денесі ата-бабамыздың талай ұрпағы мәңгілік мекен тапқан жауыр тоғандағы бейтке апарып жерленді. Жол шетіне таман жаңа бір жас төмпеш қабір пайда болады да, біраз күн арлы-берлі өткен жолаушының назарына шалынып, мұңлы ой салып жатты. Шешемнің басына қорған соғылған жоқ, ескерткіш тұрғызылмады.
бірдеңе қалқитуға бізде ешқандай шамада жоқ еді. Біздің қолымыздан келгені көзіміздің жасын көлетіп жылау, сықтау ғана болды. Мәңгілікке көз жұмар кезде шешем жанталасып мені іздепті. Әлгі Бердібек қайда? Бердібек, шақырыңдаршы деп сандырақтап жатып менің атымды атай беріпті. Алтын анамның дүниеден қайтар алдындағы бір ауыз лебізін ести алмағаныма күні бүгінге дейін өкініштімін. Хош бол, ғазиз анам. Қазекең де айтадақ, шешесі жетім, шерлі жетім, әкесі жетім, арсыз жетім. Мен шерлі жетіммін, шерлі екенім рас. Қайтыс болған шешемді күндіз-түні ойлаймын. Өлу ол мәңгі бақи ғайып болу, жоғалу. Мен енді шешемді еш уақытта да көре алмаймын. Осыны ойлағанда іші бауырым бір түрлі жидіп кеткендей болады. Өлген адам мәңгілік өлмейтін болса, арада 10 жыл ма, 15 жыл ма өткенде тіріліп қайтып келсе, мен онда қайғының түпсіз шыңырауына құламас едім. Аяулы шешемнің қайтып келер мерзімін қалай да шыдап күтер едім. Басыма нендей ауыртпалық түссе де төзер едім. Өзімді өзім жұбатар едім. Алтын анам енді 15 жыл түгіл 1000 жыл өткен соң да қайтып тірілмейді. Мен бұны жақсы білем. Сондықтан да өмірден қарманар сүйеніш таба алмаймын. Бәрі бітті, сөнді. Мен оның бергенім деген аналық мейірбан сөзін енді еш уақытта да естімеймін. Өзегімді өртеген ащы қайғы оңашада көзімнен моншақ болып домалап кетеді. Бірақ ешкімге көрсетпеуге тырысамын. Сөйтіп жетімдік өмірді бастан кеше бастадым. Жетім деген сөзде нендей суық мағына жатқанына мен бұрын зейін қоймайды екем. Шешем өлген соң енді білдім. Адамның ар-ұжданын тілдеуге де дүниеде бұдан қатал, бұдан аяусыз сөз болмайды екен. Үлкендер жетім екенді аяушылықпен есіме салады. Ал балалар ұрсып қалғанда жетім деп боқтайды. Мен үшін екеуінің мағынасы бірдей. Аяп айтса да, ұрсып айтса да, жетім деген сөз менің жүрегіме қанжар болып қадалады. Дүниеде мен үшін бұдан жексұрын сөз жоқ. Тақиясынан қорған тазшадай осы сөз қай жағымнан сап ете қалады деп зәрем ұшып үрейленіп тұрамын. Менің осы осалдығымды даукес балалар өте жақсы біледі. Сәл шекісіп қалса даяр тұрған өзге боқтық сөздің бірінде аузын алмай, өй әкеңнің аузын жетім, шешесін жалмаған қу жетім деп шыға келеді. Болды. Мен өлдім, күйреп түстім. Бұдан кейінгі қарсылығым ол арсыздығым. Балалар, менің қымбатты жас достарым, мынау қатал дүниеде әкесі не шешесі өліп жетім қалу секілді бақытсыздық әркімнің ақ басында кездесуі мүмкін. Ол секілді жаны жаралы балалар мүмкін араларыңда да бар шығар. Сендер қанша араз болсаңдар да оларға жетім деген тажалдай суық сөзді айтпаңдар, айналайындар. Бұр, соқ, төбелес, тіпті етінен ет кесіп ал. Бірақ әлгіндей деп тілдеме. Тағдыр онсыз да аяусыз жазалаған бейшараның алдамшылық менмендігін жетім деген сөз біржола жер етіп таптап кеткенін сендер ұғыңдар, аяңдар. Менің өнерлі жеңгем. Бибіжамал біздің үйге пенде боп жарытпады. Шешем өлген соң аз уақыттан кейін ол Смағұл тәтем екеуі ажырасып кетті. Біздің үй енді кіл еркек тұратын үйге айналды. Кіл еркек тұратын үйде ешқандай да береке тұрмайды екен. Түтін уақытылы түтемейді, кір жуылмайды, жыртығымыз жамалмайды. Әкем мен ағаларымның біреусі тезірек үйленбесе болмайтын болды. Бұл жолғы кезек сатылғандікі. Колхозда есепші болып істейтін мырзалауымыз, солқылдаған жас жігіт бұрын бұл тәрізді бұғалыққа басы ілініп көрмеген. Bir күні аяқ астынан үйленді сатылған. Нарынқол жақтан түнделетіп бір әйелді алып қашып келді. Аты Әлиман, күйеу қайтыс болған келіншек екен. Ерінің туыстары әмеңгерлік жолмен қайнағаларының біріне қоспақ болған. Әлиман оған көнбеген. Өзінің де гөрі жастау, көрікті жігіт сатылғанмен қол ұстасып тартып отырған. Әлиман ақылды да мінезді, биязы жан еді. Жүріс-тұрысы өте сабырлы. Шешек шығып, шұбарлы боп қалған ақшыл өңі сұлу болмағанмен бір түрлі мейірбан сүйкімді. Қашып кеткен әйелдің соңынан бақан алып қуатын баяғы заман жоқ. Әркім сүйгеніне барады. Қостөбеге аман-есен жеткен соң Әлиман біздікі болып қала берді. Жоқты бар етіп, ұқсата білетін алтын саусақ әйелдер болады ғой. Әлиман соның нақ өзі еді. Ас жоқта түтін түтетіп ас пісіреді. Киім жоқта бұрын іске аспай жатқан бірдеңелерді жаңартып киім жасап береді. Ол келді де біздің үйде бұрын болмаған береке тазалық орнады. Оның өзімен бірге ала келген біраз төсек орны, дүние мүлкі де бар еді. Солар біздің жаман үйді мүлдем басқаша етіп жайнатып жіберді. Даладан кіріп келгенде мен талайға дейін басқа бір үйге кіріп келгендей әсер алып жүрдім. Бұрынғы ыбырсыған көңілсіздіктің қарасы өшкен, үй іші тап-таза болып жатқан соң әкем де сырттан аяғын тарп-тарп басып кіре бермейтін болды енді. Етігін тазалап сүртіп кіреді.
төрге қорыншақтап әзер шыққандай болады. Кешке қарай ұлтарақ шылғауларын бұрынғыша пештің жан-жағына қоңырстып жайып тастамайды. Бұрын жоқ жез самауыр, азын-аулақ бүтін шыны шәйнек пайда болған біздің үйде. Таза дастархан пайда болған. Бұлар да жеңгем алып келген мүліктер. Жеңгемнің бейпаз қолы тамақты да дәмдетіп істеуші еді. Ол қуырған арпа бидай еш уақытта жалындамайды, бадырап әдемі қуырылады. Ол тартқан талқан ұндай майда әрі әппақ. Ол пісірген нан алмадай қып-қызыл. Сіз Әлиман жеңгемнің қолына бір уыс ұн, бір борша ет қана әкеп беріп қараңызшы. Ол одан не істер екен? Бір үйдің іші лықа тоятын, дәмі ауыздан кетпейтін шигеспес деп береді. Жеңгем аз сөйлейтін, дауыс көтеруді білмейтін, ақылға да мінезге де бай адам еді. Киімді таза киінеді. Басындағы жаулығы қашан көрсеңіздер де шаңқаңдай әппақ көйлекті мол етіп әрі ұзын киеді. Үлкен көрсе алдынан қия басып өтпей иіліп сәлем етіп тұрады. Әлиман маған өз шешемдей қалтқысыз мейірбан еді. Bir үйге қыдырып бара жатса жетектеп ертіп алады. Дастарханға қолым еркін жететін жерге өзінің қасына отырғызады. Сіз жеңгемнің киім жамағанын көрсеңіз, жыртық киім оның қолынан өткенде бүтін киім болып шығады. Қайдан тапса да киімнің өз түсіне үйлесімді жамау табады. Ол жамаған жамау киімге бір түрлі сән беретін еді. Кәдімгі ақ киізді сыпырып, ол маған әрі жеңіл, әрі жылы тамаша пима істеп бергені есімде. Аяққа бар жоғы білінбейді. Жұп-жұмсақ. Киіп алсаң өз-өзіңнен жүгіргің кеп тұрады. Тап-тұйнақтай әдепті келіннен именіп, әке мен таңертеңгі шайға ауы мен бауы салбыраған дабы дамбалмен келіп отыруды және қойды. Қайран ғана Әлиман жеңгем. Қайран демей қайтейін, біздің сорлы боп жарылған маңдайымызға ол да симады. Әлиман жеңгем сатылғаннан 3-4 жас үлкен еді. Әрі бұрын күйеуде болған адам ғой. Біздің үйдің ел санатына қосылуын көре алмаған іштар ағайын енді бірінен бірі қағып әкетуге жарайтын өсектің тозбас добы табылады. Сатылған жігіт болмай жетіп қалсын. Осы елде қыз құрып қалғандай бай өлген қатынды алған несі? Өз теңі табылмағандай сарқарын қатын алып не басына күн туды? Шешете ме? Әлиманның көрпе жастық дүниесіне қызыққанында ағатайымды ағаш атқа мінгізген осы тәрізді шақпа әңгімелер Қостөбеде ыстқаяқ желдей есе бастады. Ағайым қайда барса да құйын боп алдын орап жүргізбеуге айналды. 12-де бір күлі жаңашылған жас жігіт бұған әрине намыстанады. Сатылғанның Әлиманға деген жылы қатынасы өзгере бастайды. Жұмабай Сағатбай басқа мектепке ауысып кетті де, оның орнына аяқ-қолы бір тұтам тайпиген өзге мұғалім келді. Аты Жұмабай. Өзіміз жақсы көретін, үйреніскен ұстазбен айырылысу біз үшін, балалар үшін ауыр қайғы болды. Міне, енді күніміз жатқа қарағандай боп, бұрын сырын білмейтін тосын мұғалімнің алдында отырмыз. Қандай адам? Сағатбайдай сүйкімді бола ала ма, жоқ па? Екі иығы қушиған тәпелтек Жұмабайды арт жағынан қараған адам бала екен деп қалады. Басын төмен салып, аяғын тырп-тырп еткізіп, сүйрете басып жүрген жүрісі де құдды бала тәрізді. Бірақ қолтығында күректей қара папкасы бар. Әне, ол тоқтады. Пальтосының сырт қалтасынан әтірден босаған 4 құрлық қара кішкентай флакон алып шықты. Онысы Насыбай екен. Алақанына салып атып тұр. Арт жағынан келе жатқан сенің аяқты сырыңды естіді де жалт бұрылып қарады. Сөйтсең, бала емес, беті қатпақ қартамыш біреу. Жұмабай сабақ беріп тұрып та Насыбай ата береді. Салпиған көнте керіні ішіндегі Насыбайды ауырлағандай салпиып түсіп кетеді. Ара-арасынан ел көшкендей сапсиып шірік-шірік тістері үнемі көрініп жүреді. Бұл адамның киім киісі де салдыр-салақ. Палтосының біраз түймелері баяғыда үзіліп құрыған, біразы салбырап үзілуге жақын. Менің әкеме ұқсап Жұмабай жазды күнінде пісініп қалың киініп жүреді. Үзіліске шыққанда Жұмабай мектептің алдында тәштиіп тұрып, маңайдан әрлі-берлі өтетін ауыл адамдарын іздейді. Көзіне біреу түскен біреуді "Ей, бері келей" деп шақырып алады да Насыбай сұрайды. Насыбай сұрауы әрі өктем, әрі тұрпай. "Әй шал, әкел шақшаңды." Өз Насыбайын үнемге сақтайды. Кейде Жұмабайдың Насыбай шын бітіп қалады. Насыбай атып көңілі жай таппай, ол енді сабақты жүргізбейді. Bir баланы біреуден Насыбай тостаған әкелуге, бір баланы аршаның күлін тауып әкелуге жұмсайды. Содан соң класқа тапсырма береді де өзі әлгі арада отырып Насыбай жасауға кіріседі. Көк темекінің ағашын бәкімен бейпаздап тұрып турайды, үстіне күл қосады. Сосын таяқпен мыжғылап езе бастағанда үйдің іші темекінің ащы иісіне толып кетеді. Балалар шетінен түшкіріп қақыла бастайды. Талғампаз әйел затының бір мінезіне таңғаламын. Кейде мынау деген әдемі сұлу әйелдер өзінен 10 есе төмен сұмырындарға тиеді. Не басына күн туды,
неменеге мәжбүр болып тие түсіне алмаймын. Жұмабайдың әйеліндей көрікті әйел бұл өлкеде сирек. Сұңғақ бойлы, ақ құба, алдынан да артынан да қарасаң қарап тұрғың-ақ келетін келбетті жан. Жұмабай әйелімен қатар келе жатса, бұларды танымайтын адам анау ананың әйелі, анау ананың күйеуі деп тіпті ойламайды. Жұмабайдың мінезі әрі ұшқалақ, әрі тұрақсыз. Болмашы бірдеңе үшін аяқ астынан бұлқан-талқан болады. Ұстазға лайықсыз боқтық сөздер аузынан молотилканың топанындай атқылайды. Қол жұмсап ұрып та жібереді. Қымс етсе жазалауға дайын тұрады. Оның жазасының түрі санаулақ. Кластан тарқыратып қуып шығады, немесе қолыңды тік көтеріп қарсыға тұрғызады. Жұмабай екеуміздің жұлдызымыз ол алғаш келген күннен ақ жараспады. Үзіліс кез бәріміз есік алдына шыққанбыз. Көктемнің жас иісін тамашалап күн шуақтап тұрмыз. Мен Жұмабайдың артына таман тұр едім. Аяғымның астына төмпештеу жер кез келіп, бойым Жұмабайдың бойымен теңеліп қалғанын байқадым. Балалардың ішіндегі ең кішкентай тапалым деп жүрсем, оның бекер екен. Осы ойыма келіп қызықтап бет алдында тұрған балаларға Жұмабай екеуміздің бойымыз бірдей екенін көрсетіп қуытын қақтым. Балалар күліп мәз болысып жатыр. Еңсемді одан бетер созып, енді тіпті Жұмабайдың төбесінен қарай бастадым. Кенет Жұмабайдың ағаштай қатты шапалағы бетіме сарт ете қалсын. Көзімнің оты сау етіп төгіліп түссін. Мен бұны тіпті де күткен жоқ едім. Соққының қаттылығы сонша бір сәтке кәдімгідей мәңгіріп, есеңгіреп қалдым. Сөйтсем, менің сотқарлық қылығымның бәрінде Жұмабай көзінің қиығымен байқап тұрған екен. Құтырам деп таяқ жеп қалған иттей болдым. Балалардың алдына кірерге жер таппадым. Ызадан жарыла жаздап біраз тұрдым да бақырып жылап жібердім. Класқа кіріп кітабымды алдым да Жұмабайдың жеті атасынан тартып боқтап, енді оқымаймын деп жөнеп отырдым. Оқымау қайда? Ертесінде-ақ сатылған ағайым қолымнан жетектеп әкеп Жұмабаймен табыстырғандай болды. Бірақ шекіскен көңілден сыз кетсін ба? Жұмабай осылай менімен жауығып алды да, болар-болмас бірдеңе істеп қойсам, мысық көрген итше ыр ете қалатын шығарды. Көркем әдебиетке, әсіресе өлеңге жасымнан құмар болдым. Құлағыма өлең жыр шалынғанда ішкен асымды жерге қоятын едім. Хат тани бастаған соң газет журнал бетінен өлең көрсем төніп түсемін. Оқу кітабындағы өлеңдердің бәрін дерлік жаттап алғам. Өлеңді ақындар шығаратынын білем. Ақын жазушы дегенді құдай көрем. 2 кластың оқу кітабында Абайдың қыс дейтін өлеңі бартын. Бір күні Жұмабай маған сол өлеңді оқы деді. Мен зулатып оқып шықтым. Ал айтшы, Абай осы өлеңде нен жазып отыр? Деді Жұмабай. Қысты жазып отыр. Жұмабай басын шайқап, жоқ, дұрыс емес деді. Мен таңмын. Несі дұрыс емес? Қыс жөніндегі өлең екенін тақырыбынан, мазмұнынан ап-айқын көрініп тұрған жоқ па? Қане, кім айтады, Абай осы өлеңде нен жазып отыр? Деп Жұмабай енді өзге балалардан сұрай бастады. Олар да қысты жазып отыр, қарды жазып отыр, суықты жазып отыр деген секілді жауаптар айтты. Дұрыс емес. Жұмабай енді өзі түсіндіре бастады. Өлеңді сендер құр өлең деп қарайсыңдар. Ол дұрыс емес. Өлеңде мән болады, идея деген болады. Идея деп өлеңнің жасырынып жатқан мазмұнын айтады. Ақындар өлеңді еріккендіктен жазбайды. Өзінің жасырын ойын, яғни идеясын жұртқа жеткізу үшін жазады. Мінекей, оқып көрейік. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Сендер бұны қысты жазып отыр дейсіңдер. Жоқ, қыс емес. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мылқау дегені ол бұрынғы ел қанаушы буржуй мен байлар, соларды жазып отыр. Үсті басы ақ қырау, түсі суық. Байлардың түсі суық болмағанда жылы болатын бет, басқан жері сықырлап келіп қалды. Ақын мұнда байдың жүріс-тұрысын жазып отыр. Және кедейлерге бай келіп қалды, қазір сендерді сабайды деп ескертіп отыр. Жұмабайдың Абай өлеңін талдап түсіндіруі міне осындай еді. Мен аузымды ашып, ғажап қалып тыңдадым. Мұғалімнің сөзін біз Құран сөзіндей көреміз, оған қалтқысыз сенеміз. Олай болса, өлең жөнінде мен бұған дейін түк білмейді екем. Мынау мен үшін жаңадан ашылған Америкадай болды. Иә, мен өлеңге шынында тек өлең деп, құлаққа жағымда әдемі сөз тіркесі деп қараушы едім. Өлеңдегі сөздердің ұйқасуына, көзге елестей кететін суреттілігіне қызығатын едім. Тілге жеңіл болған соң жаттап алып айтып жүруші едім. Сөйтсем, өлең ол жай ғана өлең емес екен, жатқан саясат екен. Осы күні жұрт ертеден кешке дейін сөз ететін тап тартысы дейтін мұнда да болады екен. Борандай бұрқ-сарқ етіп долданғанда 6 қанат ақ орда үй шайқалды. Жұмабай бұны байдың долданып келіп кедейдің үйін сойылдап сабауы деп түсіндіреді. Менің көзіме оқтар бытыр-бытыр сынып, қатын бала шырқырап жылағандай боп елестеді.
Соныға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат қыл, бұзға малды. Абай мұнда қайрат қыл, бұзға малды деп нені айтып отыр, білесіңдер ме, дейді Жұмабай. Жауабын өзі айта бастайды. Езілген еңбекші халықты байларға қарсы күресуге, төңкеріске шақырып отыр. Теңдікті қолдарына алыңдар деп отыр. Мінекей, бұл өлеңде қаншама жасырын мағына жатыр. Көрдіңдер ғой? Көрдік дейміз біз. Сұрақтарың бар ма? Сұрақ көп. Ақындар айтайын деген ойын бүркемей, жұмбақтамай, ашық неге айтпайды? Сендер әлі баласыңдар, түк білмейсіңдер, дейді Жұмабай. Ол кезде үкімет кімнің қолында еді? Байлар мен буржуйлардың қолында болатын. Ақындар әлгінің бәрін ашық айтса, олар не істер еді? Көздерін жойып жіберер еді, абақтыға тығар еді. Бізге 2-ші кластың оқушыларына бұл да нанымды. Бұдан бұлай өлең оқығанда, дейді Жұмабай, құр өлең екен деп оқымай, идеясына түсініп, ақынның жасырын ойын біліп оқыңдар. Шынымды айтсам, осыдан кейін мен өлең атаулыға басқаша қарайтын болдым. Әр сөзді оқимын да астынан өлемін. Жасырынбақ ойнаған балаша мені тап деп бұғып жатқан идеясын іздеймін. Тексттен адам нені іздесе сол табылады екен. Сонау таршылық заманда ақынның айтпақ боп, бірақ айта алмай кеткен буда-буда ойларын жарыққа сүйреп шығарамын. Оқу кітабында Абайдың жаз дейтін өлеңі бар. Қандай тамаша көркем өлең. Бұл өлеңді оқығанда бұрын менің көз алдыма жаздың тізбек-тізбек ғажайып суреттері келуші еді. Енді осы өлеңді Жұмабай сауатында ашқаннан кейін оқысам мүлдем басқа. Бұлақтай сыңғыраған әдемі сөз тізбегі емес бұл. Әр сөз әр нүктесіне бас қатырып ойлануды қажет ететін тас түйін сөз жұмбақ секілді бірдеңе. Бір оқып бір бөгелем, екі оқып екі бөгелем. Ойық судан балық аулағандай үңіліп идея іздеймін. Жазды күн шілде болғанда көгірай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда. Ақын осында Құдай білет байлардың рахатта әсем өмірін сипаттап отырау деймін. Ат, айғырлар, биелер бүйірі шығып ыңқылдап. Бұл байлардың өзі және әйелдері тамаққа тойып алады да ыңқыңқ етеді. Арасында құлынтай айнала шауып бұлтылдап. Бұлар байлардың балалары, немере шөберлері. Қайғы қасірет дегенді білмейді, тек асыр салып ойнаумен уақыт өткізеді. Абай өлеңін мен енді өздігімнен осылай талдай бастаймын. Ақынның қуынaya деймін. Өз ойын сол кездегі үстем тапқа байқатпай қалай айта білген. Бірақ өлеңге қызығушылығым бұрынғыдай емес, бәсең тартып барады. Өлең көрсем енді төніп түспейтін болдым. Тіпті өлең атаулыны әлгідей түсінуге қиын машақаты жалтақтығы үшін жек көре бастадым. Дүмше молда дін бұзар деген мақал бар. Жұмабай әрине дүмшеді. Оның кесірінен өзім керемет қадірлейтін поэзиямен талай уақытқа дейін осылайша араз болып жүрдім. Сарыбастау сапары. Қар басқан меңіреу дала, күн шытқыл. Түні бойы жел соғып жаяу борасын болған. Шана жолдың көп жерін тып-типыл етіп жасырып кеткен. Темірдей боп бет қарыған ызғар әлде басылмай тұр. Бауырмен жер сызған қазақы тайпақ шана. Қабырғасын сыртынан санап алғандай арығат. Шана толы бұлтиған қоржын кешек жүк. Сол жүктердің үстін басып, үймелесіп отырып алған 7-8 бала. Шана Қостөбеден шығып 12 шақырым жердегі Сарыбастауға бара жатыр. 2-ші тоқсан біткен соң біздің ауылдағы мектептің 3-ші класы мүлдем жабылып қалды. Бір мұғалім 3 класты қабат оқыта алмайтын болды. Жабылған кластың оқушылары осы ауыл советке қарайтын Сарыбастауға барып оқысын деген ұйғарым бопты. Колхоз ат шана беріп, мынау біздің Сарыбастауға ғылым қазынасын одан әрі үңги түсуге келе жатқан бетіміз. Арамызда 3-ші кластан тек 2 оқушы ғана жоқ. Майра мен Жанбосын. Батырқан балаларын Сарыбастауға жібермеді. Орысы бар, орыс тілін үйренуге қолайлы Нарынқолға оқытуға алып қалды. Нарынқолға тек қол жеткен барып оқиды. Нарынқол қала. Онда әр алуан кеңселер, шатырлы үйлер көп деп естимін. Бірақ әлі көрген емеспін. Нарынқолдың көшелері төп түзу. Онда қолдың саласындай болып зәулім бәйтеректер өседі дейді. Бір көруге құмарақпын. Сарыбастаудың қайда екенін білемін. Былтыр 1 май мерекесін 2 колхоз бірігіп тойлау үшін арбамен обап-шұбап осында келгенбіз. Сарыбастау дейтін поселкені сонда көргем. Ауылдың дәл қасында үсті жап-жазық көгал дөң бар екен. Әр түрлі ойын тамашалар сол жерде өткен. Соңынан мектеп үйінде Қостөбеден келген қонақтарға қонақасы берілген. Ет, картоп турап істеген бір табақ майлы сорпа ішіп қарық болып қалғанбыз. Картопты бұл менің бірінші рет татып алуым болатын. Картоп маған ғажап ұнаған.
Мені бұл тойға тастамай ертіп әкелуші қайран ғана Әлиман жеңгем еді ғой. Қалың нөпір жат адамдардың арасында жеңгемнен ажырап қалмау үшін мен оның қолынан мықтап ұстап алғам. Дастархандағы дәмді тағамның ол бірін өз аузына салып алса, бірін менің аузыма салатын еді. Айтпақшы, біз сол жолы Сарыбастауда қонғанбыз. Кешінде мұндағы бастауыш мектептің ересек оқушылары бізге пьеса көрсеткен. Бұл менің тұңғыш рет пьеса көрім. Аты есімде қалмапты. Әйтеуір ішінде бай, кедей, кемпір, шал бар. Балалар сахнаның тура алдына еденге жайғасып отырып алғанбыз. Пьесадан алған әсерім керемет. Өзіміздей жап-жас балалардың сақал байлап, шал болып ойнауының өзі-ақ маған тапқырлықтың шыңындай боп көрінген. Кілең столдарды тізіп, үстіне киіз төсеп, сахнаны бойлай жасаған екен. Көруші халық бөлмеге сыймайды. Артистер бір ауыз сөз айтса, көрермендер бір сөз жалғап айтып ду-ду етеді. Бұл кеш менің есімнен кетпестей болып сақталған еді. Сол Сарыбастауға міне енді тұрғын болып оқып білім алуға келе жатырмыз. Арық ат ауылдан шыққан кезде бүлкеңдеп желген болатын. Біз шу-шу етіп еліріп қамшыны үстіне баса түскенбіз. Қарды боратып, итті абалатып, Сарыбастауға міне біз келдік деп құйындатып жетіп бармақпыз. Сөйтсек, мұның бәрі орындалмас арман екен. Ауылдан небәрі 3-4 километр ұзаған соң аты түскір сыр алдыра бастады. Жол көмілген жерде омбылап жүре алмауға айналды. Тағы біраз жүрген соң бүкіл денесін қара тері басып, құлақтары салпиып, ұсқыны кетті. Бұл аттың болдыра бастауының нышаны еді. Екі өкпесі солқ-солқ етіп, ұрмақ түгіл басымды кесіп алсаң да жүрерге халім жоқ деп ентігіп тұрып қала береді. Ат айдаушы, біз барлық уақыттағы командиріміз Жүнісбай еді. Түсіңдер, енді жаяу жүріңдер. Ат болдырды, деді. Балалардың ішінде жас жағынан да дене жағынан да ең кішісі менмін. Үстімде Әлиман жеңгемнің сөлбіреген қара шапаны. Жат елге алым-салым жұтап бармасын деп берген еді. Жылы болу үшін белімді сыртымнан әкемнің жіңішке қайыс белбеуімен буынып алғам. Шананың артынан зорға ілесіп келемін. Қардың тереңдігі қонышымнан келеді. Малтаңдап әрең аттаймын. Жел алдан. Арық атқа қамшауыр дегенде тентек жел көкірегімнен кері итеріп, одан бетер шаршатады. Бір кезде менің де әлім бітті. Діңкілдеп жүре алмауға айналдым. Балалардан анадай жарылып қалып қойдым. Алдында жүр, деп бұйырады Жүнісбай. Мен жүруге халым қалмағанын айтам. Жарайды, отыр шанаға. Мен қуанып отырып алдым. Жүнісбай өз шанамен қатарласа жаяу айдап келеді. Малақайының бауын тартып байлап алған. Екі бетіне, маңдайына, қастарына қырау тұрған. Кей жерде тізеден келетін омбығарды ол ұзын сирақтарымен екілене кешеді. Шаршау түгіл ентігуді білмейді. Қырау басқан бурыл қабақтың астынан екі көзі мынадай қиындыққа қайта егескендей от болып жайнайды. Ат бір жүріп бір тоқтайды. Жүріс өндімейді. Міне, тағы тоқтап тұр. Ат тоқтағанда шананың соңынан үйме-жүйме болып шұбаған балалар да тоқтайды. Шанада азырақ шөп бар. Атқа шөп жегізіп әлдендіріп алдық. Қимылсыз отыра бергенге қалтырап тоңып барам. Шанадан түсіп олай-олай жүгіріп жылынып алуға қайтып отырғызбай қояма деп қорқам. Қыстың бір тұтам күні сарқылып кешке айналып барады. Сарыбастаудың әлі қарасы да көрінбейді. Тағы қозғалдық. Аз жүрді де ат тағы келеді. Түс, біраз демалдың ғой, енді жаяу жүр деді Жүнісбай. Жаяу жүрудің азабын ойлап жүрегім зырқ ете қалды. Бірақ бағынбасқа амалым жоқ. Тағы да жаяу жүріп келем. Тағы да балаларға ілесе алмауға айналдым. Жүнісбай, шаршадым, жүре алмаймын. Балалардың кейбірі, жүре алмасаң қал, деп жыныма одан бетер тиеді. Жүнісбай ересек балалармен бірдеңені күбірлеп сөз етісіп тұр. Мен өкпем өшіп қастарына келдім. Жарайды, біз сені шанаға отырғызайық. Сен ол үшін бізге бір таба нан бер, деді Жүнісбай. Балалардың қай-қайсында әкеле жатқан азықтары бар. Көбі талқан, тұлқан, нан сирек. Бір дорба талқан, екі таба наным бар менің. Нан дорбаның аузы жағына салынған. Дорбаның аузы жамау жіппен көктеліп тігілген. Бүйтіп қолға түсе бермейтін қайран ғана нанымнан бір үзіп жесем деп өзімде зар болып келе жатыр едім. Бір таба нанды тектен текке бере салуға тіпті де қимаймын. Екі бүйрегімнің бірін суырып беретіндей ішім ашиды. Ал жаяу жүрудің азабы одан да жаман. Не істерімді білмей күйзеліп отырмын. Өзің біл. Бермесең біз де сені қинамаймыз, деп Жүнісбай бастатқан обыр топ маған кегжие қарайды.
Біздің бұл шартымызға көнбесең көнесің ғой, көнбей қайда барасың дегендей болады. Мен қиналудамын. Оңбағандар, нағыз жан жерінен ұстаған қараш. Бол, бересің бе жоқ па? Бермесең Сарыбастауға дейін жаяу жүресің. Сарыбастау әлі жер түбі. Оған дейін жаяу жүріп өлмеймін бе? Бір табан ант тектен текке бере салу. Екі оттың ортасында тұрмын. Екеуі де нағыз тозақ оты. Жарайды, жарты табаннан берейін дедім. Жылағандай болып әзер айттым. Үлкен болар өзара тағы ақылдаса бастады. Бұлар Шықабайдың Тұрсынбайы, Уәлібайдың Әбегі, Өзбектің Әріпбайы секілді кілең қадалған жерінен қан алмай тынбайтын көкжалдар еді. Ақылдасты да көнді олар. Дір-дір аяншақ қолмен қоржынның аузын сөгіп жатырмын. Сарыбастауға барғаннан кейінгі халды тағы да ойлаймын. Ағайым Мырзатай дейтін адамның үйіне түсесің. Мырзатай тосып алады. Сол үйде жүріп оқисың деген. Жол жөнекей қоржынның аузы сөгіліп қалғанын, жарты таба нан ғайып болғанын көріп, олар не айтады екен? Мен не айтам? Нан тоң болып қалған екен. Күш жұмсап сындырып жатырмын. Өзімнен өзім аяп келе жатқан қайраннан қазір туталапайға түседі. Кім көрінген сұғанақтың аузында кетеді. Бұл деген қорлық-ақ еді. Мәңдір. Арық ат омбылап тағы да қозғалды. Мен ғана шананың үстіндемін. Жамбастап жатып алғам. Ақысы төленді. Енді маған ешкімде жаяу жүр деп айта алмайды. Тек наныма ішім ашу оңайлықпен басылатын емес. Тым болған бір тоқтап, бір қозғалып, итшілеп жүріп келеміз. Алдан жылтылдаған от көрінді. Сарыбастау екен деп қуанып шу ете қалдық. Сөйтсек қырман екен. Біреу сабанға от қойып кетті. Қып-қызыл боп қоздап жанып жатыр. Атты тағы да шалдырып өзіміз жылынып алдық. Және қозғалдық. Үй түрген естілді. Келе жатқан жолымыз қатқылданып түзеле бастады. Қарауытқан там үйлер жылт-жылт еткен шам жарығы көрінді. Күні бойы діңкелетіп жеткізбей қойған Сарыбастау осы еді. Рас келдік пе, өтірік келдік пе? М.С. Сарыбастауда оқып жүріп жаттым. Мұндағы бастауыш мектеп 4 кластық. Қостөбеде емес, бала саны мол, көңілді. Пионер ұйымы дегенің шақ-шақ етеді. Сабақтан тыс уақытта ойын-сауық үйірмесі, қабырға газетін шығару тағысын тағы қол тимейді. Әйтеуір қалай болғанда күнде кешке қарай мектепке жиналамыз. Тым болмағанда әртүрлі ұлт ойындарын ойнап қайтамыз. Мектеп ол біздің әрі көңіл көтеруге баратын клубымыз тәрізді. Көзден кетсе көңілден болады ұмыт деп Қазекем бекер айтпасы керек. Майра. Менің Майрам енді ұмыт бола бастады. Көңілдің көбелегін өзіне магниттей тартып тұратын басқа гүл табылды. Ол Күлән еді. Мен үшін енді дүниедегі ең сұлу, ең сүйкімді қыз осы Күлән. Күлән менімен бірге оқиды, менімен бір партада отырады. Мен оны басқа біреудің қасына отыруға қимаймын. Күрең шашын дәл желкеден желбіретіп қиып қойған сұңғақ бойлы аққұба әдемі қыз. 100 қызға ғашық болдым мен деп Расул Ғамзатов айтқандай, мен дағы өмірімде 100 қызға ғашық болдым. Соның әрқайсысы дүниедегі ең сұлу қыздар еді. Күлән соның бірі. Күлән екеуміз сабаққа бірге келеміз. Сабақтан бірге қайтамыз. Мен жүретін Мырзатай үйі мен Күлән үйі көрші. Күләннің әкесі мен Мырзатай ағайындас адамдар. Жай уақытта да Күлән бұл үйге келіп кетіп жүреді. Күләнді жарты сағат көрмесем елегізіп тұратын едім. Соны сезгендей Күлән кенет жарқ ете қалады. Әйтеуір бұл сылтаумен Мырзатай үйіне жетіп келеді. Күләнді көргенде кішкентай жүрегім күбірлеген қуанышқа толып кетеді. Сабақта отырмыз. Мұғаліміміз Қатубаев деген өңі суық қара сұр адам. Күләнмен менің сөзім таусылған ба? Оған бірдеңені сыбырлап айтып отырмын. Жарты назарым сабақ түсіндіріп тұрған мұғалімде болса, жарты назарым Күләнде. Күләнде көбірек. Мұғалім сөйлеспей тыныш отырыңдар деп бір рет ескертті, 2 рет ескертті. Өліп өшкен ғашықтарға бұл ескертулер әсер ете қоймады. Бастарымыз одан бетер түйісіп, сыбырымыз жалғаса берді. Қатубаев енді одан бетер қатуланды. Сен екеуің шығыңдар кластан, далаға барып сөйлесіңдер. Бізді бүкіл класс болып көздерімен ұзатып салды. Бұндағы мектеп үйі 2 ғана кластық, яғни 2 бөлме, ортада дәліз. Біз дәлізде бүрісіп біраз тұрдық. Дала қар, күн суық. Қарсыдағы классқа құлақ тұрып байқасақ тым-тырыс. Ешбір сыбыс естілмейді. Есікті ақырын ашып көрсек бос. Мұндағы оқушылар тарап кетті. Күлән екеуміз қуанып жылы классқа кіріп алдық. Екеуден екеу оңаша әңгімелесіп отырмыз. Құдай тілекті берді. Енді не айтсақ та еркіміз. Жай уақытта менің Күләнға айтсам-ау дейтін сөздерім көп болатын. Күлән екеумізді осылай мәңгі бақи оңаша қамап қойса, мен өкінбес едім. Құдай әркімнің бір тілегім беремін десе, мен тек осыны тілер едім. Әлгі арадан бір
бір жыртым ақ қағаз тауып алдым. Қалтамда бір тұтам қарындашым бар. Күлән, мен саған бірдеңе жазайын ба деп қолана қарады. Не жазасың? Бірдеңе. Жаз. Мен жазбақ болдым. Жүрегім лүпілдеп, қолым дір-дір етеді. Сен қарама дедім. Қарамаймын деп Күлән әрі бұрылды. Мен қағазға МСС деген үш әріпті асығыс жаздым да Күләнға ұсындым. Бұл не? Тап өзің. Күлән қадам білейін дегенде иығын қомпаң еткізді. Мен енді өзін талдап айта бастадым. Мынау мен деген сөз, с деген ше, сені деген сөз, ал мынасы. Менің тілім байланып қалды. Маңдайымнан бұрқ етіп тер шығып кетсе керек. Өйткені пәленің бәрі осы соңғы сыда жатыр еді. Ал айт, бұл не сөз? Тап өзің. Дәл осы кезде қоңырау сыңғыр ете қалды. Сабақ бітті. Жамыраған қоздай боп қазір оқушылар жүгіріп шығады. Күлән екеуміздің оңашалық өміріміз бітеді. Жұмбақтасып тұруға енді уақыт жоқ. Айтсам ақырына дейін айтып қалуым керек. Бұл ма? Бұл сүйемін деген сөз. Дүниеде теңдесі жоқ ерлік іс істедім. Күләнға айтарымды айтып салдым. Күлән өз құлағына өз сенбегендей маған тесірейіп қарапты да қалыпты. Кенет ол менің қолымдағы қағаз жұлып алды да мұғалімге беремін деді де жүгіріп шығып кетті. Төбемнен тас құлағандай мелшиіп отырдым да қалдым. Күләннің аузынан мұндай сөз естігенше 7 қат жердің астына түсіп жоғалғаным 1000 есе артық еді. Пәленше қызға хат жазыпты, сүйемін депті. Оқушылардың арасынан мұндай сөз естілуі мектепте өрт шыққанмен бірдей. Кім жазыпты, кімге жазыпты? Жұрт лезде біліп алады да екеуін де ағаш аттың басына мінгізіп қояды. Бұдан соң өмір сүргенінен де сүрмеген артық. Әлгі минуттан Күлән қолымнан қағазды жұлып алып жүгіре жөнелген минуттан бастап менде зәре қалмады. Ажал сағатын күткен тұтқын тәрізді іші бауырым қалтырап күтудемін. Менің ендігі өмірім санаулы. 1 күн өтті, тыныш. 2 күн өтті, тыныш. Бұның бәрі мен үшін азапты күндер еді. Сабақта бұрынғыша Күләннің қасына отырамын, бірақ тілдеспеймін. Сабақтан тыс уақытта оған жоламаймын. Мұғалімді немесе вожатыйды көрген жерде жүрегім зу ете қалады. Міне, осы тап қазір. Ұятсыз, сен не істеп жүрсің? Деп жерлей бастайтын тәрізді. Сабақта отырғанда мұғалім бетіме қараса, жаным тырнағымның ұшына келеді. Қара қарындашпен асығыстау болып, С дейтін 3 қана әріп жазылған, умаждалған бір жыртым жаман қағаз менің күндіз-түні ойлайтыным тек осы. Күлән мұғалімге беремін деді. Яғни береді. Мұғалім оны қалтасына салып алып, енді әдейі үндемей жүр. Менің жанымды қинай түскісі келеді. Қайда кетер дейсің? Ерте ме кеш пе жазасын тартады дейтін шығар. Бұл күндер менің ішкенім ірің, жегенім желім күтудемін. Күте-күте тіпті жалықтым. Енді не де болса екен. Құртатын болса құртса екен. Бірдеңені күндіз-түні қалтырап күтуден жаман іс жоқ. Мұғалім атымды атаса дір ете қалам. Тақтаға шық дейді. Өлім сағаты жетті, құрыдым деп ойлаймын. Балалардың алдына шығарып жер етпек қой. Жоқ, тыныш. Әңгіме МСС жайында емес, сабақ жайында. Вожатый шақырып жатыр десе зәрем қалмайды. Сол үшін шақырып жатыр ғой деймін. Қашан жетіп естігенімше ішіме қан құйылғандай болады. Сөйтсем тыныш. Өйткен тыныштығы бар болсын. Бір өлем-ау деп 1000 өліп әбден қор болдым. Және бірнеше күн өтті. Көңілім аздап орнығайын дейді. Үйде жалғыз отыр едім, Күлән кіріп келді. Келі сұрай келген екен. Артынан есік алдына ере шықтым. Маңайда ешкім жоқ екен. Жоқ екенін көріп, Күлән дедім. Не? Сен әнеугінгі қағазды бермеш мұғалімге? Қай қағазды? Мен оны баяғыда жыртып тастағам. Жүрегім орнына жаңа түсті. Қара шапан. Класста сабақ жүріп жатқан. Кенет есік айқара ашылды да ар жақтан біздің ауылда бригадир болып істейтін Нұрғазы көрінді. Үстінде етегі жерге шұбалған сеңсең ішік, аяғында пима. Бір қолында жұмарлап ұстап алған қап тәрізді бірдеңесі бар. Біздің ауылдың Бердібек дейтін баласы осында оқи ма? Деп Нұрғазы бәрімізге шола қарап тұр. Үйдің іші маған бірдеңе беріп жіберген екен ғой деген қуаныш тоймен аға мен ғой деп орнынан ұшып түрегелдім. Табанның қары сықыр-сықыр ете Нұрғазы бері класқа кірді. Әй, ағаң мен жеңгең ажырасқалы жатыр. Сен жеңгеңнің шапанын киіп кетіпсің. Жеңгең шапанымды беріп жіберсін деді. Саған мынаны кисін деді. Мә. Деп Нұрғазы қолындағы нәрсені алда отырған балалардың төбесінен маған қарай асыра лақтырмас бар ма?
Сөйтсем, әлгі нәрсе қаудырлаған бір жаман плащ екен. Тура менің алдыма партаның үстіне топ ете қалды. Сия сауыт қағаз қаламды шашып машақаттап кетті. Не істерімді білмей сасып қалдым. Масқара. Мұндайда масқара іс болады екен. Кіріп кетуге жер тесік емес. Бүкіл класс маған қарайды. Мен жерге қараймын. Бол, жеңгенің шапаны қайда? Бер, дейді Нұрғазы. Сабаққа бөгет жасадым-ау деген ой оның басына енді ғана келген тәрізді. Класста киім ілгіш болмайтын. Сырт киімдеріміз терезенің алдына үйіп қоятынбыз. Қара шапан сол киімдердің арасында. Кірмегенім қара жер, қара шапанды Нұрғазыға алып беріп жатырмын. Бос класс, балалар тарап кеткен. Мен ғана орында тапжылмастан отырмын. Жылап отырмын. Ағайымнан ажырасып кетіп бара жатқан Әлиман жеңгемді қимаймын. Нұрғазы алып кеткен бүтін қара шапанды қимаймын. Атаңа нәлет жоқшылық, мұншама қоретелік мен саған не істедім деп ыза болып жылаймын. Құрғыр, Нұрғазы-ау, сен мен мектепке іздеп келмей-ақ сабақ бітуін тоссаң қайтетін еді. Сосын мен жүрген Мырзатайдың үйіне келсең, әлгінің бәрін сонда айтсаң, қара шапанды үстінен сонда сыпырып алсаң болмас па еді? Қайранған надандық-ай, көңілдің көрсоқыр болуынан жаман не бар екен? Бос класс, қаудырлақ жаман плашта үстіме олай киіп көрем, бұлай киіп көрем. Біздің үйде бұл тәрізді киім жоқ секілді еді. Ағаларым бұны қайдан алды екен? Әлдекімнің бастан құлақ садақа деп күресінге лақтырып тастаған салабас емес пе? Бұл плашта бұған дейін не тракторшы, не мал соятын қасапшы киген. Өйткені май болмаған жері жоқ. Әсіресе екі жеңнің ұшы мен екі қалтаның аузы майға әдейі малып алғандай. Плаштың ішіне мен тәрізді екі адам мол сиятын еді. Етек шұбатылып жерге тиеді. Жең сала құлаш. Әр жеңнің кеңдігі қасқырдың апанындай. Қанша сорлы болсам да мына плашты киіп көшеге шығуға бетім шыдайтын емес. Тым құрыса өз денеме шақ болса екен-ау. Бұны киіп алғанда қойшылардың ит құсты үркіту үшін қора шетіне орнатып қоятын қарақшысынан аумайтын тәріздім. Не істеймін? Басқа киер киім тағы жоқ. Тым құрыса жылы кез болса екен, жейдешең-ақ жүрер едім. Қазір қыс, күн суық. Кебін сүйреткен өлік тәрізденіп жексұрын плашты қаудыр еткізіп Күлән үйінің есігінің алдынан өтіп бара жатқанша өлгенім артық емес пе? Күлән тіпті танымайда қалар. Күлән шошыр. Нағыз мысысы енді бопсың демей ме? О тағдыр. Көрсеткен азабыңның бәріне де көніп келем. Тек осыңа мына жексұрын плашты киім етуге көне алатын емеспін. Бұны киіп көшеге шыға келсем, ауылдың бүкіл иті менің соңымда болуына дау жоқ. Бұл плашты киіп сый елге күлкі болып жүргенше өшір қараңды, кет, жоғал бұларадан, дейді ар намысым. Мектеп үйі көшенің төменгі жақ шетінде, Қостөбеге қарай қасқайып кетіп жатқан шана жолдың бойында. Етегі жер сызған жаман плашқа оранып кітабымды қолтығыма қысып алдым да ұрыша жан-жағыма сығалап қарап сыртқа шықтым. Маңайда ешкімнің қарасы байқалмайды. Маған керегі де міне осы еді. Жан адамға көрінбеген қалпымда Қостөбе қайдасың деп тартып отырмын. Қостөбедемін, үйдемін. Анада арық ат бір күн сүйреп әрең жеткізген аралыққа 2 сағаттай уақытта зымырап келдім. Күннің суықтығы зымырамасыма қоймады. Жай жүрсем тоңып өліп барам. Сезінгіш жүрегім есіктен аттап кірген беттағы үй үшін алақұйын кезіп өткен аға жеңгемнің арасындағы әуелгі сүт түйіған татулықтан түк қалмағанын бірден байқады. Құлыным, не ақып келдің? Тоңып кетіпсің-ау деп жеңгем үстіме төніп түспеді. Бұрынғы тазалық, бұрынғы береке бәрі ғайып болған. Кешкі шайды қоспасында отырғандай әркім ар жаққа қарап томсырайып отырып іштік. Әлиман жеңгемнің қабағы түсіп кеткен. Күйеуіне деп құйған шайды сатылғанның алдына жеткізбей орта жолға торс еткізіп қоя салады. Бұл тәрізді тұрпайлық бұрын одан шықпайтын еді. Ағайым мен жеңгем біреуіне біреу тіл қатыспайды. Түнде де екеу ары жат бер жат деп кең төсекке сыймай шықты. Ол екеуінің арасын кезіп өтіп мұндай халге түсірген елдің сылпылдап өрши берген өсек еді. Өсек ол ағаш тамырына түскен құрт тәрізді емес пе? Дер кезінде бір шара қолданбасаң үңгіп жей береді де сап-сау ағашты құлатып бірақ тынады. Мәуелеп тұрған жас терек, жас семья ғұмыры бітіп құлауға жақын еді. Ертесінде Әлиман өзіне тиесілі нәрселерін буып түйіп алды да кетіп қалды. Өсекші ағайынның тілектерін берді. Сатылғанға енді үлбіреген қыз алып берулеріне болады. Әйел кеткен үйдің қандай болатынын сіздер сұрамаңыздар, мен айтпай-ақ қояйын.
Әйел мен еркек қосылғанда бір-біріне дүниедегі ең асыл сөздерді тауып айтса, ажырасқан кезде небір адам құлағы төзбейтін лас сөздерді түйдек-түйдегімен боратады екен. Ол сөзді мен айтпайын да сіздер сұрамаңыздар. Сөйтіп, Әлиман жеңгем кетіп тынды. Біз баяғы таз кебімізге қайтадан түстік. Қара шапан Әлиманның үстінде кетті. Сүмбе сапары. Кеш бойына дөңбекшіп жылаумен болдым. Сатқақ жексұрын плашты кимеймін. Киім тауып беріңдер. Бұны киіп сарбастауға енді қайтып өлсем де бармаймын деймін ағаларыма. Оқудан қалатын болдым-ау деп және қайғырам. Бір жағынан әйел кетіп, бір жағынан киім тауып беріңдер деп мен жылап, әптер-тәптері шығып жатқан сорлы үйге сол күні кешке шешемнің ағасы Қағазбай нағашым келе қалармын. Әлдеқандай шаруамен Нарынқол барып қайтып келе жатқан бет екен. Өзінің кішкене қарагер биесін жеккен, тайпиген жеңіл ғана шанасы бар. Екі көзім бұлаудай боп, мұрнымды қорс-қорс тартып отырған мені нұсқап Қағазбай: "Мынаған кім тиді? Бұл неғып жылап отыр?" деді. Әкем менің жылауымның жайын айтты. "Жылама, жүр, сені ертең сүмбеге мен алып кетейін, сонда оқисың. Киім де бәрі де табылады" деді Қағазбай. Мен бұған қуана-қуана келістім. Қазір көктем басы, қар босап ери бастаған. Жол үсті түске дейін мүйіз, түстен кейін киіз. Шанаға күндізгі жол ауыр, сондықтан Қағазбай нағашым ел жата жол қатқақта жүріп кетеміз дегенді айтты. Таңертең түк көрмегендей боп сүмбеде отырмақпыз. Ағаларым жексұрын плашты сүмбеге дейін кие кет деді. Мен кимедім. Қағаз аға киім де бәрі де табылады демеді ме? Сол сөзді көкейіме түйіп алғам. Әдейі сырт киімсіз жұрдай болып баруды дұрыс көрдім. Нағашым үйі мына суықта мені мектепке көйлекшең тіпті де қуаламайды. Бір сырт киім қалай да тауып береді. Қандай киім тауып берсе де мына лағнат плаштан жаман бола қоймас. Жыртық шалбардан жалаң бұтым артық деген екен біргедей. Мен топадан тура сол принцип ұстадым. Қағаз ағаның үлкен сары тоны бар екен. Мені соған тұмшылап ұрады да шананың арт жағына көлденең жатқызып қойды. Сүмбеге жеткенше ұйқыңды қандырып ал деді. Ол өзі бешпетшең. Қарагер ие бүлкектеп жүріп келеді. Кешкі суықта қатқақ боп қалған жолмен шана жеңіл сырғиды. Қарны кебежедей буаз бие қатты жүріске жарамайды. Өрлеу желге келгенде Қағаз аға оны еркіне қойып, жай ғана аяңдап жүргізеді. Жолдың күнес жақ шетінің кей тұсы қарайып, ашылып қалған. Қара жер шана табанына дөп келсе, жабысып ұстап қалады. Қарагер бие сол кезде мықшиып, жіңішке аяқтары маймаңдап күшке солып тартады. Қара жер шананы алып қалмақ боп қарагер бие көнбей күш сынасып жатқан тәрізді. Делбе ұстап отырған Қағаз аға құйрығын қопаң-қопаң еткізіп қарагер биеге көмектескендей болады. Соның арқасында бие шананы жұлып әкетеді. Бала кезімде мен ұйқышыл едім. Сол әдетім әлі қалмаған. Дүниеде екі рақат болса, ұйқыны соның біреуі деп қараймын. Тонға оранып қисайғаннан кейін-ақ маужырап ұйқым келе бастады. Содан ұйықтап кеткен екем. Біреу: "Ей, Тұрдыбек, тұр ей" деп дауыстағанда көзімді ашып алдым. Қасқа жолдың үстінде ашық аспанның астында жатырмын. Бұл не ғажап. Сөйтсем, мына қызыққа қараңыз. Жолда Тереңөзек дейтін шұңғыл сай бар. Соның шыға беріс қабағында шананың шөңкие берген артынан мен домалап түсіп қалыппын. Оянбаппын. Қағаз аға ештеңе сезбейді де кете береді. Әлден уақытта артына бұрылып: "Бердібек, тоңған жоқсың ба?" дейді. Сөйтсем, мен түгіл, менің көлеңкем де жоқ. Шананың арты боп-бос. Қағаз ағаның жүрегі су ете қалады. Япырау, бұл қайда кетті? Жым боп ұшып кетті ме? Қағаз аға ат басын кейін бұрады. Тереңөзектің шыға беріс қабағында қасқа жолдың үстіне тонға оранған қалпында пыр-пыр ұйықтап жатқан мені көреді. Оянып алып не болғанын білген соң күлмеске лажым жоқ. Қағаз аға да күледі. Сол бойда артыма қарамастан кете берсем ғой, қаласың, қасқырға жем боласың. Адамның ұйқысы мұндайда қатты болады екен, ой тоба дейді. Халқының жарым бөлігі ұйғыр болып келетін сүмбеде тауық көп жерде қораз көп. Таң атқанын білдіріп, қалың қораз өңештерін жырта әнге салып жатқанда қыстақтың шет жағындағы нағашым үйіне ат басын біз де тіредік.